Құрметті тыңдармандар, қазақ прозасының алтын қорына енген Сайын Мұратбеков ағамыздың «Махаббат» атты әңгімесін тыңдар алдында қазақша каналды қолдап, лайк, подписация жасай кетіңіздер. Соңғы кезде ата-анасы мен Әсияның арасы суынып кеткен. Әсіресе әкесі қызын отырса да, тұрса да ала көзімен атып жақтырмайтын болған. Ал Әсия болса жат адамдай үй ішінен бөлектеніп, көбіне үнсіз тұнжырап отырады да қояды. Бұл салқындық өткен жазда басталған. Осы ауылдағы Жақып деген шал өзінің кіші баласын үйлендіру үшін Әсияға құда түсіп келген. Сөзі бар шал әңгіме төркін мақалдап, мәтелдеп алыстан бастап, ақырында өзінің де отардың да жаны жақтылы екенін, балалардың да жастары құрдас, бір-бірінің тең екенін айтып, қиыла тілек білдірген. Бұрында талай адамдар қызына құда түсе келгенде, баланың өзі білсін, жастар өздері келсін деп ие болсаң жауап беріп аттандырып салатын отардың көңілі бұл жолы құдаға қатты құлап, қызын оңаша шақыртып алып өзі сөйлесті, әкелік ақылын айтты. Шырағым, сенің жат жұрттық екеніңді анаң екеуміз туғаныңды ақ білгенбіз. Жасыңның келіп қалғанын өзің де білесің. Бұрынғылар айтқан, ұшы қайырылған біз қорлық, отырып қалған қыз қорлық деп. Енді бұдан былай қарай отырып қалсаң ең әуелі бізге батады. Мұндай адам да кездесе бермейді, деп бар жайдан қартты. Жүзі қызара тершіген Әсия әке сөзін төмен қарап үнсіз тыңдады да сыртқа шығып кетті. Қораның артына барып, Жақып шал кеткенше жасырынып жүрді. Әкесінің айтқандары есіне түскен сайын жәбір көрген баладай өксіп жылап алады. Кешкісін анасының алдында солығын баса алмай тағы да жылады. Көңілі сүймейтін адамға бара алмайтынын айтты. Бірақ әкесі дегенінен қайтпауға бекінді. Осы сүймеймін дегені қандай өнер? Ата-бабаларымыз сүю деген пәлені білмей-ақ өтті. Сонда дәурін бұтағы өсіп өркендеді. Бізді тапқан анамыздың да әкемізге сүйіп дейдім деген естіген емеспін. Бірақ о марқұм бұл дүниеден армансызбын деп кеткен. Мына тұрған шешең екеумізден де ешкім бір-біріңді сүйесіңдер ме деп сұраған жоқ. Керек десем үйленген күнге дейін бір-біріміздің қандай екенімізді дұрыстап білген де емеспіз. Әкелеріміз өзара құда түсіп, бас-аяғы 3-4 күннің ішінде той-томалағын жасап үйлендірді де қойды. Міне, көз отыр ғой өтірік десе. Біз оттасқалы 40 жылдан асты. Шүкір, тату-тәтті өмір сүріп келеміз. Тіпті бір-бірімізді сүймейміз-ау деп ойлағанда емеспіз, деп бір ауық қызына зіл тастап сөйледі. Әсия ләм деместен безерген күй басын шайқады. Қызының илікпесін сезген соң әкесі ашу шақырып, үй ішінің берекесін кетірді. Әсия оның ашуын қалай да үнсіз көтеріп алуға және іштей кешірім етуге әзір еді, бірақ әкенің бір сөзі қатты батты. Есінен кетпестей жүрегіне дүк тиді. Енді өстіп қартайғанша отыр. Менің мойныма масыл болып, деген ол. Осы бір сөзден кейін Әсияның әкеге деген өкпесі іште ерімес мұзға айналды. Сол күннен бастап бригадирге барып, тіленіп жұмысқа шықты. Содан бері Әсия көп өзгерді. Жүдеп, көзінің төңірегін ұсақ әжімдер торлап, жанары тұнған судай мұңайып, ойлы қарайтын болды. Бригадада да жастар жиналып көңіл көтеретін клуб жоқ. Орталыққа Әсия алысынып бармайтын. Сондықтан жұмыстан кейінгі уақытында үйінде отырады да қояды. Сөйтіп жүргенде көктем келді. Көктеммен Әсияға да белгісіз бір үлкен сезім қатар келді. Әлде қайдан алыстан ерекше бір хабар күтетіндей ме, үнемі елегізіп тыңдайтын болды. Ұшар құстай айналасына жалтақтайтын күйге келді. Түні бойы пердені сырып қойып, кірпік қақпастан терезеге қарайтын шығарды. Осындай күндердің бірінде жер солқылдатқан трактор бригаданың көшесін қақ жара отырып, дәл отардың есігінің алдына кеп тоқтады. Аласа бойлы, кепкасын бір жағына қисайта киген, қазан бас, жеңілтек қара жігіт жерге секіріп түсті. Отағасының үйі осы ме екен? Біз қонақпыз, деді дәл бір қора кісі келгендей даурыға дауыстап. Онан соң қақпа алдында тұрған Рәш кемпірге таяп келіп, иіле қол беріп, күлімсірей амандасты. Еріне жұғар емес. Атым Ноян, орталықтанмын. Бригадир жіберді. Жатақхана әзір болғанша осы үйге жата тұр деді. Отар аула ішінде тұрған. Ең болмаса бір адам сияқтысын жібермей ме? Мынасының түрін-ай, сауысқанша шықылықтаған бәле ғой мынау, бір деді қонақ жақтырмай. Әрине, бригадир жіберген адамды қондырмаймын деп те айта алмады. Іштей тынып үнсіз қалды. Ноян үй иелерінің бір сыптырса қалған қабақтарын елең қылмастан, салдырлаған қалпында көңілдене сөйлеп, комбинезонын шешті де сілкіп-сілкіп шарбаққа іліп қойды. Ойбай, шырағым, малымыздың ішінде жебірлері бар, жеп қойып жүрмесін,
деген кемпірінің сөзіне жесе жей берсін, бұған сіңген солярка мен солидол да есесін жібермес дей салды. Ибай, не дейді? Аула күл онда. Ноян қарқ-қарқ күліп қолын бір сілтеді. Онан соң үйге кірді де төрге шығып отырып алды. Тек бір сәтте терезенің алдында өзіне тесіле қарап тұрған Әсияны көргенде сәл абыржып қалды. Артыншақ, сен бізбей екесің бе? Деп ойнақы тіл қатты. Қыз жауабы көңілінен шықпаса, сөзбенен шағып ап, мазақтап үйді басына көтере күлуге дайындалып тұрды. Жоқ, Әсиямын. Неге олай дедіңіз деп, қыз ақырын ғана жұмсақ үнмен. Жұрт отағаңды шық берместен бір бер емес деп жүр ғой. Мен бүгін бригадирден осы үйге әдейі сұранып келіп едім. Солай ма? Қыз даусында тереңнен шыққан бір күрсініс бар еді. Әкесі сараң екен деп қызы неден жазықты болмақ сонда? Деді онан соң. Омырауына түскен қалың бұрымдарының бірін жайлап тарқатып қайта өрді. Енді екінші бұрым тарқата бастады. Неге екені белгісіз, Әсияның жабырқаңқы жүзіне қарап отырып, Ноянның оны титтей де ренжіткісі келмеді. Күлкісін тыйып, Әсияға кешірім өтіне қарап, мұнан кейін үнсіз қалды. Малын жайғастырып үйге кірген Отар, қонақты жақтырмайтын әдетінше төмен қарап, онсыз да шиыра-шиыра шуда жіптей болған жіп-жіңішке мұртын түкірігімен сулап, тағы да сылай бастады. Қарап отырғанша сөз болсын отағасы. Мұрт жібергеніңізге неше жыл болды? Деп сұрады әлден уақыттан Ноян. Танауы жыбырлап, көзі жайнап шыға келді. Отар оған алара бір қарады да теріс бұрылып жастыққа жантайды. Әсия тұнжыға мырс етіп, тіліңді тарт деп ақырып жіберуге оқталды да, қой бұл немеден үндемей құтылған жөн болар деп өз ойынан тез қайтты. Қу тілді, шолжаңдығымен, тапқырлығымен бүкіл колхозға аты шыққан Ноянның кейбіреулерге істегендері туралы Отар бұрында талай күлкілі әңгімелер естіген болатын. Қазірде өзін солар сияқты мерт қылар деп қорықты. Аңдысқа мысықпен шыққандай төсекке екеуі де үнсіз жатты. Елден бұрын тұрған Отар қорадағы малдарды шығарды, қораны сыпырды. Отар үйге кірді де төрде шалқасынан түсіп қорылдап жатқан Ноянға «Әй, тұр! Өзің ұйықтау үшін келген емесің бе?» деп түртіп оятты. Ұшып тұрған Ноян көзін уқалай салып тез киінді де сыртқа шықты. Әсия жатқан қарсы үйдің терезесінің тұсынан өтіп бара жатып, ішке көз тастады да кілт тоқтап, сілейіп тұрып қалды. Аузы ашылып, терезеге үңіле түскен. Тек күшене жөтелген Отар артынан ілесе шыққан соң, амалсыз ары қарай жүріп кетті. Бұ не қарап жүр деген оймен Отар да терезеге тұсына келген. Перде ысырулы екен. Әсия терезеге сәл қырындай бұрылып, жалаңаш кеудесін ашып тастап, тәтті ұйқыда жатыр екен. Ол терезені ұрып жіберді. Әсия шошып оянған. Әкесінің ашулы кескінін көріп, көрпені басына дейін жамылып алды. Шай үстінде Ноян кешегідей тықылықтағанын қойып, шетте отырған Әсияға қараумен болды. Кетерінде, көрсеткен пейілдеріңізге рахмет деді. Бұл алғыс тек Әсияға ғана арнап айтылғанда естілді. Көктем егісі басталып та кеткен. Әсия түнгі кезекте сейілкаға шығады. Бригада төңірегіндегі участоктерге түскен тракторлардың жан-жақтан жер солқылдата шыққан дүрілдері шағын ауылды мүлдем дүрілдетіп жіберді. Терезелердің бос әйнектері күндіз-түні бірдей зыңылдап, ала қыстай тыныштықта ұйықтаған жұрттың құлағын тұндырды. Кейбіреулер ұйқысынан айырылды. Осындай мазасы кеткеннің бірі Отар еді. Ол енді түнде ұйықтау дегенді қойды. Күндіз ұзақты күнге жекеменшіктің малын бағып, аяқтары сырқырап шаршап қайтады. Кешке басы жастыққа тисе болды, бүкіл үйінің жар шетіндегілерге солқылдап құлағы алып тұрғандай көрінеді де, ұйқысы шайдай ашылады. Амалсыздан қайта киініп сыртқа шығады. Әбден діңкесі қатқанша аула ішінде сенделіп жүреді де қояды. Әсияның бөлмесі де терезесі де көңілсіз үңірейіп, салқын тартып бос тұр. Осылайша ұйқысы бұзылып, мазасызданып жүргенде Отардың көңіліне қызы туралы да неше түрлі ойлар түседі. Түнгі кезекке шыққалы Әсия әкесімен бетпе-бет кездескен емес. Ертеңгілікте бұл мал өргізгенде қызы үсті-басы шаң-шаң боп, жүзі тотығып шаршап қайтады да, жуынып тамағын ішуге мұршасы келместен төсекке құлайды. Содан күн кешкіргенше тырп етпей ұйықтайды да, Отар өрістен малдай да боралған кезде көзі ісіне қызарған Әсия түнгі кезегіне кетеді. Өз обалы өзіне, деді Отар. Жан тыныш болатын жерге бармады, енді жүрсін. Соңғы күндері Әсия аяқ асты көңілденіп ән айтатын шығарды. Бұрын қызының ән салғанын естіп көрмеген Отар қоңыраулы нәзік дауысқа таң тамаша болады. Апырай,
деп басын шайқап қояды. Бүгін Отар өрістен қайтқанда Рәш оны екі көзі бұлаудай боп жылап қарсы алды. Не болып қалды? Деді шошынған Отар. Қызың кетемін деп жүр. Қайда? Қайда екенін айтқан жоқ, бірақ осы екі жұмыс аяқталысымен кетемін дейді деп кемсегендегі Рәштің көзі тағы да жасқа толды. Киім-кешектерін чемоданына салып қойыпты. Кетсе жолы болсын, деді өзі шаршап қайтқан Отар немге түтірде. Ал шындығында бұл хабар оған жай соғып өткендей әсер етті. Қолы дірілдеп, тамақты да жөндеп іше алмады. Отардың үйі бригаданың ең шетінде болатын. Өткен күзде жылытылған зияптың бір басы осы үйдің іргесінен басталушы еді. Сол зияпке кешке қарай трактор түсті де Отардың ұйқысы мүлдем қашты. Онсыз да көңілі ұйқы-түйқы болып отырған ол жылы киініп алды да үйдің артына шықты. Күн тастай қараңғы екен. Аспан тұтасқан бұлт, көктемгі сызды ауа дымқыл тартып тұр. Қап-қара болып созылып жатқан участокте алды-артында фары жарқыраған трактор көсіле есіп жүр. Тіпті тез жүреді. Тіркемінде екі сейілкісі бар екен. Трактор бір айналып осы үйдің тұсына жақындап кеп тоқтағанда екінші жақтан салдырлап жеткен арбаның дауыс дыбысы естілді. Сейілкадағылар тұқым құюға кірісті. Дабырласа жүріп қап көтерісе бастады. Бір таныс дауыс Отардың құлағына анық жетті. Сөйткенше болған жоқ. Әсия, былай тұр. Мен көтерейін, деді әлгі дауыс. Ноянның дауысы екенін білді Отар. Сәлден кейін трактор тағы жүріп кетті. Бұл кезде сытыр-сытыр етіп жаңбыр жауа бастады. Трактор қазір тоқтар деп ойлаған Отар, бірақ тоқтай алмады. Жаңбыр сытыры жиіледі. Апырай, мына езер соқтықымды батпаққа сеу біраз су ағылама, деп қойды Отар. Трактор участоктың арғы басына жетіп, бірақ тоқтады. Тоқтаған жерім мына ақымақтың, деді Отар ызаланып. Ойпыр-ау, бері кеп тоқтап, жаңбыр басылғанша үйге кіре тұрмай ма? Әрине ол қудың несі кетіп барады. Су болса, сейілка үстіндегілер су болады да. Әсия келер деп біраз күтіп еді, ешбір сыбыс білінбеді. Отар үйге кіріп үлкен кенеп плашты өзі жамылды да Әсияға бір плашты алып жүріп кетті. Айдалған жердің батпағы аяққа жабысып өте ауыр еді. Шетке шығып, шей қияқты тың жерді жағалап жүруге тура келді. Трактордың тұсына жеткен кезде өткен жылдан қалған сабанның маясына тап болды. Бұны не қып өртемейді екен әлгі агрономдар, деп ойлады. Ол қазір от тұтата кеткісі келген. Осы сәтте маяның арғы жағынан сыңғырлаған қыз күлкісімен күбір-күбір сөйлескен дыбыс шықты. Отар әуелде сәл сескеніп қалды да қырындап маяға таяды. Оңаша сөйлесіп отырғандардың дауыстарын танығанда жарылып кете жаздады. Бұлар өзінің қызы Әсия мен Ноян болатын. Жаңбыр қандай жұп-жұмсақ, Ноян, бетіңді төсек көрші. Қызының осы сөзін анық естіген. Отар басын көтеріп, бетін жаңбырға төседі. Көктемнің жылым шосақ жауыны бетті қытықтағандай бүркіп жауып тұр екен. Расында да тамаша, деді жігіт қостап. Мұны екеуінің ақымағына деп ойлады, тыржиған Отар бетін сүртіп. Қызы мен Ноянның одан арғы сөздеріне құлағын тосты. Әсия, ау, тракторда қалғандар екеуміздің бұл кетісімізді ертең елге жайып сөз қылады ғой. Мейілдер, маған бәрібір. Сенің әкеңнің құлағына тисе не болады? Ол кісі мені жақсы көрмейді ғой. Өзің айттың ғой, дүниеде махаббатқа ештеңе қарсы тұра алмайды деп. Сол сияқты менің әкем де біздің махаббатымызға ештеңе істей алмайды, деді Әсия сенімді дауыспен. Енді бір сәт екеуі де тым-тырс бола қалды. Жауынның бір қалыпты сытыр ғана естіледі. Ақырып жандарына жетіп баруға қанша оқталғанымен Отарды белгісіз бір күші бермеді. Ноян, ай Ноян, сен алғаш біздің үйге кіріп келгеніңде жүрегім өзінен өзі дір ете түсіп, аттай тулаған. Бір түрлі қорыққанымды да, қуанғанымды да білмедім. Біздің үйге қонған түні таң алдында сен түсіме кірдің. Өмірімде естен кетпес түс. Әкем оятып жіберді сол кезде. Сонан кейін ақ сені жақсы көре бастадым. Сенің тракторыңа түнгі кезекке өзім сұрандым. Сәулем менің, жігіттің үні дірілдей шықты. Әсиям, ау, енді екеуміз мәңгі бірге боламыз. Мен өмір бойы сендікпін. Мен де. Отар бұлардың сөзін тыңдамастан теріс бұрылды. Бірәу қала сұрып не істерін білмеді. Тек бет алды бас ауған жаққа қарай салбырап жүре берді. Дүниеде махаббат,
ештеңе қарсы тұра алмайды деген қызының әлгіндегі сөзін есіне алды. Ал махаббат деген не сонда? Махаббат ғашықтар туралы қиссалар мен жырларда ғана болушы еді. 30 жасына дейін Отар өмірде махаббат дегеннің болатынын еш уақыт ойлаған емес. Енді міне қызының не айтып отырғанын қара. Оның есіне ертеде болған бір оқиға түсті. Отар 19-ға толып, тұңғыш ұлы Басар туған кезде қазақта сирек кездесетін Мақира есімді дәрігер қыз ауылға келді. Отар оны көрген жерден қатты ұнатты. Бірде көктемге салым суық су ішіп, мұның тамағы ауырды. Сонда Мақираға барды. Ақ халат киген талдырмаш қыз ұялшақ жігіттің тілін темір қасықтың сабымен басып тұрып қарай бастады. Сол сәттегі жып-жұмсақ қыз қолының табақ аурудан айықтырғандай еді. Отар тәуірленіп кеткеннен кейін де тамағын сылтауратып дәрігер қызға келгіштей берді. Құрбым, сіз семьялы адамсыз, мұныңыз жарамайды, деді бір күні қыз түсін суытып. Бұл сөз Отарды бет кіріп қалғанмен бірдей әсер етті. Ол өзінің Мақираға кездеспей тұрып үйленгеніне сонда бірінші рет қатты өкінді. Жыл өткен соң қыз оқуын ары қарай жалғастыру үшін қалаға кетті. Міне, сонан бері қаншама жылдар өтсе де, анда-санда Отар сол шақты үйіп отырып, ішінен ғана еске алушы еді. Шіркін, қырмызы еді-ау дейтін. Мүмкін махаббат деген сол болды ма? Жалғызсыраған Отар жауын астында аяғына ауыр батпақ жабысып сүйретіліп жүріп келеді. Дірілдей шыққан күбірлер соңынан ізлесе жүргендей құлағынан кетер емес. Әсия, сүйейінші, қойшы ноян, қойшы. Отар тістенген күйі көзін тарс жұмып, қалшиып тұрып қалды. Меңіреу тыныштық. Тек кенеп плашқа ұсақ жаңбыр тамшылары тырс-тырс етеді. Отар өзіне өзі күбірлеп басын шайқады. Махаббат. О, тоба, деді.